أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін біздер имам Абу Ханифа мазхабы бойынша фақихтардың, мұхаддистердің дәрежелері жайында, олардың ғалымдық, ғылыми дәрежелері жайында сөз қозғайтын боламыз. Бір оқиғада былай келеді. Бір күні имам Абу Ханифаның шәкірті болған Вақи' ибн әл-Джаррах, Малих ас-Суwaqi әл-Куфи, бұл кісі шәкірттерінің алдында. Бұның негізгі шәкірттері имам Шафи'i, имам Ахмад ибн Хамбал бұл кісіге шәкірт болып келеді. Осы Вақи' әл-Джаррах өзінің шәкірттерінің алдында отырып екі тізбек жайында сұрайды. Бірінші тізбекте Амаш, Абу Уайл, Абдулла ибн Мас'уд. Ал екінші тізбекте болатын болса Суфи, Мансур, Ибрахим, Алқама, Абдулла ибн Мас'уд. Сұрайды, осы екі тізбектің қайсысы қуаттырақ дейді. Шәкірттері әлбетте бірінші тізбек қуатты дейді. Өйткені ол тізбекте сенімді мұхаддистер, әрі тізбегі өте аз дейді. Сол кезде Вақи' ибн әл-Джаррах айтады: Субханалла, қалайша сендер бірінші тізбекті қуатты дейсіңдер? Мейлі Амаш, Абу Уайлдарға келетін болса, олар сенімді дәрежедегі, сыққа дәрежедегі мұхаддистер. Бірақ та Мансур, Ибрахим және де Алқамалар, олар фақихтар ғой дейді. Сол үшін де имам Абу Ханифа мазхабында усулінде фақихтардың риуаяты мұхаддистердің риуаятынан қуатты келеді деген. Оны Шамсул Аимма ас-Сарахси өзінің мабсут еңбегінде де фақихтардың риуаяты мұхаддистердің риуаятынан қуатты деп айтып өткен.